Сәлем достар, сіздермен бірге әдеттегідей доллар кесет арнасы. Бүгін мен сіздерге қаржылай сауатты адам мына 7 нәрсеге ақша құртпайды. Ол қандай нәрселер? Сол жайлы айтатын боламын. Қаржылық сауаттылық бұл тек ақшаны үнемдеу ғана емес, оны дұрыс басқара білу. Қаржысын сауатты басқаратын адам әр тиынын тиімді жұмсап, өз болашағына инвестиция жасайды. Мұндай адам ақшаны тек әдемі көрінетін, бірақ шын мәнінде маңызы жоқ нәрселерге шашпайды. Сонымен қаржылай сауатты адам қайда ақша құртпайтынын осы бейнеде айтайын. Біріншіден, көрпесіне қарай көсілмеген тойлар. Қазақтың тойдың соңында қарызға батпа деген сөзін ұмытпаған жөн. Қаржылай сауатты адам несие алып, дүркіретіп той жасамайды. Ол үшін бастысы адамдардың ықыласы мен қуанышты сәтті мазмұны. Миллиондаған теңгеге бір күндік той жасағаннан гөрі сол қаражатты үй алу, саяхат немесе инвестиция үшін қолдану тиімді. Екіншіден, сән үшін алынған қымбат көлік. Кейбір адамдар көлік алғанда оның бағасына емес, статусына қарайды. Қаржылай сауатты адам олай жасамайды. Ол көлікті қажеттілікке және өз бюджетіне сай таңдайды. Өйткені көлік көбінесе табыс әкелмейтін, керісінше шығынды көбейтетін құрал. Үшіншіден, брендке бола алынған киім немесе аксессуарлар. Маркалы киім, қымбат сөмке немесе аяқ киім қаржылай сауатты адам үшін маңызды емес. Ол сапаға қарайды, бірақ тек бренд үшін артық төлемейді. Себебі сән уақытша, ал қаржылық сауаттылық тұрақты. Төртіншіден, ай сайын төленетін қажетсіз жазылымдар. Netflix, түрлі фитнес қосымшалар бәрі бірегей ай сайын біраз сома құрайды. Қаржысын есептей білетін адам тек өзіне керек жазылымды ғана қалдырып, қалғанын жояды. Артық шығын, артық ауыртпалық. Бесіншіден, қайтарымы жоқ сыйлықтар мен тойбастар. Қазақта біреудің қуанышына барып қомақты ақша тастау дәстүрге айналған, бірақ қаржылай сауатты адам өзінің мүмкіндігіне қарай сый жасайды. Себебі өзі үшін жауапты екенін түсінеді және бәрінен бұрын өз қаржылық қауіпсіздігін ойлайды. Алтыншы, уақытша қуантып, артынан өкіндіруі мүмкін техникалар. Жаңа iPhone шықты деп ескі жақсы жұмыс істеп тұрған телефонын ауыстыратын адам қаржылай сауатты емес. Мұндай адам маркетинг жетелеп отырады. Ал қаржылық сауаттылық иесі техника жаңартуды емес, оны барынша пайдаланып, қажет кезде ғана жаңалауды жөн көреді. Жетінші, ұзақ мерзімді тиімсіз несиелер. Қаржылай сауатты адам тұтынушылық несиені онды-солды ала бермейді. Ол пайыздық мөлшерлемені төлем кестесін есептеп, несие алудың қажеті бар ма, жоқ па соны сараптайды. Несие жай ғана ақша емес, ертеңгі күнін еркіндігін шектейтін жүктеме екенін түсінеді. Достар, осымен видеомыз өз мәресіне жетті. Сіздерге пайдалы ақпаратты бере алдым деп ойлаймын. Менің арнамнан басқа да пайдалы ақпараттарды көре аласыздар. Сіздермен бірге болған доллар кесет арнасы. Видео ұнаса, сіздерге пайдалы болса, арнаға тіркеліп, лайк басып мені қолдап қойыңыздар. Әр қазақ бай қуатты болсын. Келесі кездескенше.